Біздер биыл бақшамызға қызанақтың ыстыққа төзімді сортын отырғызып, қызанақтан көп өнім алдық. Ол 40 градус ыстықта жапырақтары ширатылмай емін-еркін өсіп, қызанақтың жемісін бізге көп берді. Және біздер оны белгілі бір ерекше әдіспен отырғыздық. Осының барлығын білгіңіз келсе, осы парақшаға жазылып, осы видеоны жан-жаққа таратыңыз. Бұл сорт бобкат деп аталады. Ол ыстық аймақта өкше шірігіне ұшырап ауырмайды. Егер сіз солтүстікке арналған қызанақты отырғызсаңыз, ол өкше шірігіне ұшырайды. Ал мына бобкат F1 сорты ыстыққа шыдамды, жемісі дөңгелек, дәмді, салмағы 250-300 граммдай болады. Сабағының бойы өте ұзын болмайды, 80-100 сантиметрден аспайды. Ыстыққа емін-еркін өсетін сорт болғандықтан, ол жемісін дәмді қылып, ыстық уақытта да өсіре береді. Жемісін жинағаннан кейін тоңазытқышта 20 күн жақсы сақталады. Жемісі үлкен және өте көп болғандықтан, сабақтарын байламай, сабанның үстіне жатқызып өсірдік. Жемісін көтере алмай, ол сабақтары бәрібір сынып қалады. Жемісті өте көп бір сабақтан 1,5-2 шелекке дейін жеміс жинадық. Тағы басқа сорттармен танысқыңыз келсе, және бақшаны жақсы егіп өсірудің құпияларын білгіңіз келсе, осы парақшаға жазылып, жан-жаққа видеоны таратыңыз.